Менин Кыргызстандагы эжекелериме чоң рахмат. Түнү менен уктабастан группада мени издеп, мени сурап, ким Перизат менен сүйлөштү, состояниясы кандай деп издеп аткан эжекелериме чоң рахмат. Баары жакшы. Силердин колдооңорду, сүйүүңөрдү баарын сезип жатам. Баарыңардын смсиңерди ачып, баарыңарга жооп жаза албайм. Ага капа болбоңуздар. Бирок силер бар, мен бармын, силердин колдооңор бар, мен бармын. Мындай кичинекей сыноого мен эч качан сынбаймын. Менин артымда өтө көп адам турат. Мени жакшы көргөн, мени сүйгөн. Баарыңарга рахмат. Бул кичинекей эле сыноого жашоодо мындан да чоң сыноолор болот. Ошол маалда дагы Кудайым силердей адамдар менин касымда, менин жанымда болгонун өтө каалаймын. Кучат болбогу менин душамдан. Шопик түн жарымда маннеге аш істейін деп жатыр маған. Құрсын, мен деген тамақ өтпей қалды достар. Жүктелін айтқан бәрі жасау керек. Негіз бай істеу керек қой. Негіз. Сол үшін шығар, көп ер адамның жолы болмайтыны. Бар ондай. Сол құрсын, мен мана эфир бойына ішім өтіп қайта. Ондай іш өтіп дегенде бола не? Қайта шығып туалетпен дос болдым. Құрсын, ішім өткен жаман болды, құрсын тіпті. Барынша, старалыс, барынша жүргізуге. Бірақ деген жаман ұстады ғой, толғақ деген. Именно сол эфир бастаған ұсталған айтып кетшейш. Адам жын қанын қарайды. Бұл деген тошына ұшпайым бар ғой. Алена деген кеше маған массажға кетқанда мен аэропортқа кетіп батырмын ғой. Доуламда менің постоянно массаж жасап, нені беременность кезінде бақылап қарап жүр ғой енді. Сол айтты ғой, төмен тұр бірдеңе ұшпа деп тыңдамай кеше ұшып кеттім ғой енді. Енді ұшпаймын болды. Ол маған массажға кетқан ғой негізі. Мен аэропортқа кетіп батырмын. Қайда кетіп батсың дейді. Ұрсып жатыр қасқа. Жаным эфирға деп өйстік тамақтардың бәрін алып келген ғой. Маған салатты бәрін өйстік күшті алып келген негіз. Ол мен салтанат. Уақытым болған жоқ қой, братан, ішіп жейтін. Өзің көрдің ғой. Отырып тамақ жеу уақытым болған жоқ қой мен. Туалетпен дос болып қайта ішім кетті. Сонымен дым жеген жоқпын ғой сөйтіп. Мана обедте де жемедім. Мана команданың алған тамағын да жемедім. Менде уже аппетит жоқтық басталып жатыр. Өзі туға жақындағанда ұйқы қашады, аппетит қашады деп сөйдейді ғой енді. Сондай шығар. Алла деші, соңғы затында күн өтпей қалатын жаман екен құрсын. Еще 6 жылдан кейін переворот сияқтым бар ғой. Қалайсыздар? Көп іздеп жатыр екен, қайда кетіп қалдың, не болып жатыр деп. Кеше емес уже, кеше ғой. Таңғы 6-да мен Москваға ұшып кеттім. Потом, представляете, таңғы 6-да ұштым, 10:30-да 4,5 сағат ұшып келеді екенсің. Сосын 10:30-да келдік, паспортный контрольда 4 сағат тұрмыз, сағат 2-ге дейін. Очередь, адам деген көп. Ұзақ тексеремін, білмеймін. Ұзақ өткізді. Сонымен әрен дегенде сағат 2-ге таман тоқа паспортный контрольден өттім. Сағат 2:30-да уже әрен дегенде кірдік қой Құрсын Москваға. Сол сөйтіп кешкене дем алдым. Достар, қалайсыңдар? Біздер бүгін эфирден шықтық. Біздің қасымызда Мирас бар и Аяо бар. Мирас. Бізде осындай бүгін қызықты эфир болды деп айта алайын. Айта алатын, қалай айтсам болады, ойын болмады просто. Күшті эфир болатын деген нус. Прикинь, мені іздемей, мен қап кеткен ғой студияның ішіне. Бір өзім отырмын ана жерде, көзім бақырайып. Іздеп жатырсыңдар. Сен өзің звондамайсың ба бізге? Мен туалетке түсіп кеткен шығар, может канализация түсіп кеткен шығар. Басын бота қойшы. Республика күні құтты болсын. Достар, солай, бұйырса біздер дүйсенбі күні ортадамыз. Может, ота ашып қаламыз, қараңыздар, жібермеңіздер. Баршаңызға күн қайырлы болсын, қалайсыздар? Мына жерде, ойбай, мына жерде қара. Теперь будете мои эти... Мына жерде, ойбай, мына жерде қара. Теперь будете мои эти... Бүгін бізде той, бүгін бізде мереке. Кең, кстати, көмектесіп едім. Сол салаттар, малат бәрі кеп жатыр. Көңіл тамаша.